Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар. Қазақстан Республикасы мен Еуропалық одақтың арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнатылғанына 30 жыл толып отыр. Осы шара аясында ұйымдастырылған бүгінгі салтанатты кешімізге қош келдіңіздер. Good evening, distinguished guests, ladies and gentlemen. We would like to welcome you to the event dedicated to the 30th anniversary of the establishment of the diplomatic relations between the European Union and the Republic of Kazakhstan. Сахнаға Еуропалық одақ елшісі Кестутис Янкаускас мырза және Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко мырзаларды шақыруға рұқсат етіңіздер. We would like to invite to the stage Mr. Kestutis Yankauskas, Ambassador of the European Union, and Mr. Roman Vasilenko, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan. Құрметті ханымдар мен мырзалар, құрмет көрсетіп, орнымыздан тұрып, Еуропалық одақ пен Қазақстан Республикасының ән ұрандарына кезек берейік. Ladies and gentlemen, please stand for the anthem of the European Union and the Republic of Kazakhstan. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі кешімізді өткен 30 жылдың басты оқиғаларын бейнелейтін шағын бейне баянмен бастағымыз келеді. Ladies and gentlemen, we would like to start our evening with a short video depicting main highlights over the past 30 years. Your attention to the screen, please.
Европалық одақ және Қазақстан. 30 жылдық тарих. 2 ақпан 1993 жыл. Қазақстан мен Европалық одақ арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнады. 1993 жылы желтоқсан айында Брюссельде Қазақстан Республикасының Европалық одағындағы өкілдігі ашылды. 1995 жыл Еуропалық комиссия мен Қазақстан арасындағы әріптестік және ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Қазақстан Еуропалық одақпен кеңейтілген әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісімге қол қойған Орталық Азиядағы алғашқы мемлекет болды. 2015 жылғы 21 желтоқсанда қол қойылып, 2020 жылғы 1 наурызда күшіне енді. Ынтымақтастықтың негізгі бағыттары: сауда мен инвестицияны дамыту, құқықтық мемлекет саласы, экономикалық және қаржылық ынтымақтастық, энергетика және көлік, қоршаған орта және климаттың өзгеруі, жұмыспен қамту және әлеуметтік саясат, мәдениет, зерттеу нысандары. Европалық одақ Қазақстанның бірінші сауда серіктесі болып табылады. Оның үлесі еліміздің сыртқы саудасының 40%-ға жуығын құрайды. Европалық одақ Қазақстандағы ең ірі инвестор болып табылады. 30 жыл ішінде инвестициялық қор шамамен 72,5 миллиард еуроны құрады. 2019 жыл Европалық одақ және Қазақстан жоғарғы деңгейдегі экономикалық және бизнес диалог платформасын іске қосты. Қазақстан премьер-министрі мен Европалық одақ елшісінің төрағалығымен 11 кездесу өтті. Талқылауға арналған сұрақтардың ішінде 2022 жылдың қарашасы Европалық одақ пен Қазақстан шикізат секторындағы стратегиялық серіктестік туралы келісімге қол қойды. Екі жақты қызмет саудасы 2,4 миллиард еуроны құрады. Орта дәліз Еуропа мен Қазақстан арасындағы негізгі бағыттардың біріне айналуда. Европалық одақтан сапарлар белсене түсті. Европалық одақ Қазақстанның жасыл экономикаға көшу жөніндегі ұлттық бағдарламасын қолдайды. Орталық Азиядағы су ресурстары, қоршаған орта және тұрақты энергетика саласындағы трансшекаралық ынтымақтастыққа жәрдемдесу. Қазақстан қоршаған орта және су ынтымақтастығы бойынша Европалық одақ Орталық Азия платформасы аясында ұйымдастырылған жұмыс тобының белсенді мүшесі болып табылады. 2022 жылы Еуропалық кеңес төрағасы Шарль Мишельдің ресми сапары болды. Европалық одақ дипломатиясының басшысы Жозеп Боррельдің алғашқы ресми сапары 2022 жылы орын алды. Энергетика және азық-түлік қауіпсіздігі, жасыл экономиканы дамыту, орта дәліз жобасы, көлік және логистика және басқа да мәселелер түрлі форматта талқыланды. Қазақстан Европалық одаққа Орталық Азиядағы ең ірі энергетикалық ресурстарды жеткізуші болып табылады. Европалық одақ аймақтық және тақырыптық бағдарламалар арқылы Қазақстанның дамуына қолдау көрсетеді. Түрлі құралдар арқылы Европалық одақтың қаржылық және техникалық көмегі. Бұл бағдарламалар келесі салаларды қамтыды: инфрақұрылымды дамыту, шоп дамыту, COVID-19 дағдарысына қарсы әрекет және тағы да басқа. Европалық одақтың Erasmus+ бағдарламасы жүйені жаңғырту мен тұрақты дамытуға жәрдемдесуге бағытталған білім беру, кәсіптік оқыту, жастар саясаты және спорт. EMGMD жоғары сапалы біріктірілген магистрлік бағдарлама. Бір кездері Еуразия даласы мен таулары әлемге қызғалдақ, алма, атқа міну секілді сый жасады. Мәдениеттер алмасуы жалғасуда. 30 жыл ішінде Еуропалық одақ пен Қазақстан арасында берік мәдени байланыстар орнады. Республиканың әртістері мен шығармашылық ұжымдары еуропалық сахналарда өнер көрсетіп, қазақ өнерін жұртшылыққа паш етуде. Сөз Еуропалық одақтың Қазақстан Республикасындағы елшісі Кестутис Янкаускас мырзаға беріледі. Ladies and gentlemen, please welcome the Ambassador of the European Union to the Republic of Kazakhstan, Mr. Kestutis Yankauskas. Құрметті мемлекеттік кеңесші, министрлер, құрметті қонақтар, ханымдар мен мырзалар.
кеш жарык және қош келдіңіздер. Қазақстан мен Европалық одақ арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастарының 30 жылдығын бізбен бірге атап өтуге келгендеріңіз біз үшін үлкен құрмет. Осы күнге дейін қол жеткізген жетістіктеріміз аз болған жоқ. Көптеген келісімдерге қол қойылды, сауда мен инвестиция көлемі артып келеді, маңызды сапарлар орын алуда. It is my honor this evening to present to you congratulatory video from His Excellency Josep Borrell, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, who has visited Astana last November. Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, I am very much pleased to address you in this splendid setting of Astana's Opera House, a perfect location to celebrate 30 years of diplomatic relations between the European Union and Kazakhstan. Today is an opportunity to reflect our bilateral relations that have progressed steadily since Kazakhstan's independence in 1991. Since then, we have forged a strong partnership based on mutual respect and trust. From the signing of our Partnership and Cooperation Agreement in 1995 to the entry in force of the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement in 2020, our dynamic relations have come a long way. In the last 30 years, Kazakhstan has progressed on its path to democratization. And more recently, in the aftermath of the tragic events of January last year, Kazakhstan adopted important political, economic, and social reforms. They aim for a more open, democratic, and inclusive Kazakhstan. We at the European Union, we will continue to support Kazakhstan reforms and modernization efforts. And we appreciate Kazakhstan's commitment to a full and transparent investigation of the January 2022 events. Kazakhstan is a key strategic partner of the European Union. We remain firmly committed to the full implementation of our Partnership and Cooperation Agreement, which ranges from cooperation in trade and investment to human rights and the rule of law. Our partnership has strengthened our ability to deal with the many challenges we jointly face, such as climate change, the impact of the pandemic, and Russia's military invasion of Ukraine. In light of this invasion, we value Kazakhstan's firm commitment to international law and the principles of sovereignty and territorial integrity. Ladies and gentlemen, the European Union stands by the Republic of Kazakhstan and its citizens as a good friend, as a close partner, and I look forward to continue working with you. I recall warmly my visit to Kazakhstan last November, and I wish I could be there with you to celebrate tonight. Until we meet again, I wish you, to all of you, a very successful and enjoyable evening. Enjoy the music, and thank you very much for your attention. Tonight, we decided to mark this important anniversary with universal language of music. I would like wholeheartedly to thank Astana Opera for making this evening possible. My most sincere appreciations go to the choir, to the symphonic orchestra headed by maestro Abzal Mukhitdinov, and sincere thanks, of course, to our stars, Susana Gaspar from Portugal, Mariya Mudryak from Italy, and Medet Chotabayev from Kazakhstan. I would also like to thank those partners who helped to make this evening possible. Of course, Astana Opera, Council of Europe Rule of Law Program, European Bank of Reconstruction and Development, Sheraton Hotel, and Air Astana.
Ladies and gentlemen, strategic partnership between European Union and Kazakhstan has a strong foundation. A lot has been achieved last year. Much more is coming this year and in the future. Thank you very much to each and every one of you who has helped and who continues to contribute. It is my honor now to pass the floor to the Deputy Minister of Foreign Affairs, Mr. Roman Vasilenko. Жоғары мәртебелі елші Янкаускас мырза, жоғары мәртебелі мемлекеттік кеңесші мырза, жоғары мәртебелі қонақтар, құрметті ханымдар мен мырзалар, Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастардың 30 жылдығын сіздермен бірге атап өтуге қуаныштымын. This important milestone in the history of our relations is a perfect opportunity to look back on what has been achieved and to build a mutually beneficial agenda for the future. We have come a long way to build what is a solid partnership based on genuine friendship, mutual trust and respect. Over the past 3 decades, our multidimensional cooperation has been strengthening across all sectors and continues to steadily develop. Indeed, we have made a promising journey from the signing of the Partnership and Cooperation Agreement in 1995 to the entry into force in 2022 of the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement covering 29 areas of our cooperation. In the spirit of that agreement, we look forward to further strengthening our relations in trade and investment, transport and logistics, climate change, sustainable energy and digital transition. We think it would be fair to assess last year as a breakthrough year in our partnership. We hope this trend continues in the years to come. Our time-tested friendship proves that through joint efforts, we can and will take our strategic partnership to new heights. On this important day, I sincerely wish all of us peace and all of our nations well-being, peace and prosperity. Mr. Ambassador, you mentioned the stars, and I'd like to join you in also welcoming the stars here. And of course, we share a lot of things with the European Union, and very easily you just shared our Mariya Mudryak with Europe, because Mariya Mudryak is originally from Pavlodar, and only then is she from Italy. But ladies and gentlemen, although Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Mukhtar Tleuberdi could not be here in person, he too made sure to congratulate you virtually. So please let's watch the video. Thank you. Құрметті ханымдар мен мырзалар, осынау елеулі оқиға Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастардың 30 жылдығымен сіздерді құттықтау мен үшін үлкен қуаныш. Еуропалық одақпен кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісімге қол қойған және ратификациялаған Орталық Азияда алғашқы ел бола отырып, Қазақстан әрдайым Еуропаның өңірдегі сенімді стратегиялық әріптесі болып қала береді. Келісімді толық іске асыру мақсатында сауда, инвестиция, көлік пен логистика, энергетика, жасыл сүтек, сондай-ақ цифрландыру салаларындағы ынтымақтастығын нығайтуға дайынбыз. Біз Еуропалық әріптестермен екі жақты және өңірлік ынтымақтастың қарқынды дамып келе жатқанына өте қуаныштымыз. Былтыр ең жоғары деңгейдегі диалог жалғасып, тұрақты сипатқа ие болды. Еуропалық кеңес президенті Шарль Мишельді және Еуроодақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғары өкілі Еуропалық комиссияның вице-президенті Жозеф Борреллді елімізде қарсы алып, ынтымақтастың барлық салалары бойынша дамуға жаңа серпін бере алдық. Сауда мен экономикалық ынтымақтастық аймақтағы бейбітшілік, тұрақты даму және қауіпсіздік үшін негіз болып табылады деп санаймыз. Қазақстан континенттің энергетикалық қауіпсіздігіне өз үлесін қоса отырып, Еуропаға энергия ресурстары мен шикізат тауарларын сенімді жеткізуші болып қала береді. Қазақстандық мұнай экспортын
80%-дан астамы Еуроодаққа тиесілі және ОПЕК-ке кірмейтін Еуроодаққа үшінші ірі жеткізуші. Қазақстан шығыс пен батыс арасындағы тиімді географиялық жағдайы, сондай-ақ жақсы дамыған қатаң және жұмсақ инфрақұрылым, көлік пен логистика саласындағы ынтымақтастыққа көптеген мүмкіндіктер ашады. Қазіргі геосаяси жағдайда Транскаспий халықаралық көлік дәлізі сияқты балама маршруттарды дамыту маңызы бола түсуде. Осыған байланысты Қазақстан Еуроодақтың TEN-T трансеуропалық көлік желісі жобасымен әріптестікті кеңейтуге дайын. Осы тұрғыда Еуропалық одақтың жаһандық қақпа стратегиясы шеңберінде әріптестікті жандандыруға үміттенеміз. Соңғы 30 жылда біздің жан-жақты ынтымақтастығымыз барлық салаларда нығайып дамып келеді. Биыл Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы шикізат, аккумуляторлы батареялар мен жасыл сутектің тұрақты күн тізбектері жөніндегі стратегиялық әріптестік туралы өзара түсіністік меморандумын іске асыру бойынша ынтымақтастықты жалғастыруға мүдделіміз. Сауда-экономикалық ынтымақтастықты нығайту үшін халықтар арасындағы байланыстарды да қолдау қажет. Осыған орай визалық режимді жеңілдету Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы қарым-қатынастарды одан әрі дамыту үшін басым қадамдардың бірі болып табылады. Орталық Азия, Еуропалық одақ форматындағы жан-жақты өңіраралық диалогты кеңейтіп, Орталық Азия басшыларын және Еуропалық кеңес президентінің кездесулеріне тұрақты сипат беруді қолдаймыз. Ханымдар мен мырзалар, Қазақстан мен Еуропалық одақтың кеңейтілген стратегиялық қарым-қатынастарын құрудың ұзақ жолынан өттік. Бірақ 30 жыл әріптестігіміз тек бастамасы. Біздің достық байланыстарымыз Қазақстан мен Еуропалық одақ халықтарының игілігі үшін одан әрі дамитынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. We would like to thank the Deputy Minister and the Ambassador. Thank you very much. Құрметті ханымдар мен мырзалар, ал енді мерекелік салтанатты кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Ladies and gentlemen, with this we would like to start our gala concert dedicated to the 30th anniversary of establishment of diplomatic relations between the Republic of Kazakhstan and European Union. Джоакино Россини, Вильгельм Тель операсынан увертюра, орындайтын Астана Опера театрының симфониялық оркестрі, дирижер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Абзал Мухитдин.
Giuseppe Verdi, Elena's Bolero from the Sicilian Vespers, performed by Mariya Mudryak. Латиф Хамиди, сөзі Сәбит Мұхановтікі, қазақ вальсы. Сахнада Mariya Mudryak.
Ахмет Жубанов, Latif Hamidi, Aydar's aria, Aytım Salem Kalamkas from Abay. Performed by honored worker of Kazakhstan, Knight of the Order of the Star of Italy, Medet Chotabayev, and the Astana Opera Chorus. Габой мен оркестрге арнап өңделген Құрманғазының күйі «Адай». Орындайтын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дамила Махпирова.
Francisco de la Cerda, Carnations and Roses, performed by Susana Gaspar. Антонин Дворжик, Су перісі операсының Су перісінің айға арналған ән ариясы. Орындайтын Сузанна Гашпар.
Johann Sebastian Bach, Minuet and Scherzo from Suite Number 2, performed by Alexei Kosarev. Джузеппе Верди, Набукко операсынан хор, орындайтын Астана Опера театрының хоры, бас хормейстер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ержан Дәуітов.
Giacomo Puccini, duet of Rodolfo and Mimi from La Bohème, performed by Susana Gaspar and Medet Chotabayev. Dammi il braccio, mia cucina. Che mani lì. Антонио Вивальди, жыл мезгілдері концерттер топтамасынан найзағай. Орындайтын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бағдат Әбілханов.
Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Әл-Қиса». Орындайтын Руслан Баймурзин.
Franz Lehar, Judita's aria from Judita, performed by Mariya Mudryak.
Құрметті ханымдар мен мырзалар, Қазақстан Республикасы мен Еуропалық одақтың 30 жылдығына арналған салтанатты гала концертіміз өз мәресіне жетті. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Тынымбайұлы Карин мырзатынан ықылас гүлі. Қадірмен достар, осымен мерекелік концертіміз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық. With this, we conclude our gala concert. We thank you all for your attention and would like to invite you to the buffet reception. See you soon.